Қазақстан Конституциясы күні қарсаңында Қызылжар ауданы Красноярка ауылында мектеп қабырғасы жанында мәдениет орталығы ашылды. Ауыл тұрғындары осы орталықтың ашылуын жылдар бойы күткен. Аталмыш орталықтың көрермендер залы 70 орынға шақталған. Орталықтың ашылуына жиналғандар үшін мектеп оқушыларының көрме бұйымдары ұсынылды. Состоится открытие. Біз бұл күнді көптеп күттік. Орталықтың ашылуына атсалысқандарға алғыс айтамын. Енді ауыл тұрғындары бос уақыттарын осында өткізе алады. Осы күні сазда ойын шырғалып тамаша би биленді. Мәдениет орталығын салтанатты түрде Қызылжар ауданы әкімінің орынбасары Мара Жұмабаева ашты. Барлық ауыл тұрғындарын ата заңымыздың 20 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Бұл ең біріншіден ауыл әкімінің арқасында ашылып отыр. Халық игілігіне бергелі отырмыз. Ауыл тұрғындары енді демалыс уақыттарын аталмыш орталықта өткіземіз деп қуанып отыр. Красноярлықтар үшін бұл ата заңымыздың 20 жылдығына жасалған сый болып отыр. Орталықтың ашылуына арнайы келген Кустовой ауылының хоры өз өнерлерін көрсетті. Ауылдың шығармашылық ұжымдары да өз өнерлерін тұрғындарға ұсынды. Поздравляю всех красноярцев с открытием нового центра культурного. Живу в Астрахани и попала на этот праздник. Очень рада. С Днем Конституции, радости, счастья вам, чтобы все было хорошо и мирно на земле. Спасибо. От имени нашего села жителей поздравить всех казахстанцев с наступающим праздником Днем Конституции, пожелать им большого здоровья, человеческого счастья и, конечно, мирного неба над головой. Спасибо нашему президенту Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, что у нас мир над головой сегодня и что у нас все мечты сбываются. Красноярка ауылының кітапханасы 1963 жылы тұрғызылған. Енді кітапхана аталмыш орталыққа көшірілді. Аталмыш кітапханада 7000-ға тарта кітап сақталған. Оның 2000-нан астамы қазақ тілінде. Очень приятно, что сейчас Ескі кітапхананың осында көшірілгені жақсы болды. Бұл жерде жұмыс істеу өте ұнайды. Бөлмесі кең, жарық, оқырмандар үшін де өте жақсы болғалы отыр. Ауыл тұрғындары мәдениет орталығы мен кітапхананың тек жастарға ғана емес, барлық ауыл тұрғындары үшін демалыс орнына айналатынына сенімді.